Исламда сыйлық беру әдебі қандай? Сыйлық татуласудың кепілі. Адамдардың бір-біріне ақ ниетпен сый-сияпат көрсетуі, олардың арасында өзара мейірім, құрмет, махаббат, түсіністік сезімін оятады. Ислам діні адамдардың психологиясы мен жан дүниесіне айрықша әсер ететін осындай әдет-ғұрыпты тиімді пайдаланған. Соның нәтижесінде дінаралық, ұлтаралық келіспеушіліктер мен дұшпандықты достық пен түсіністікке айналдырған. Осыған орай пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам былай деген: араларыңдағы дұшпандық пен кекті жою үшін сыйлық беріп, бір-біріңді жақсы көріңдер. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар өзіне келген елшілерге де, басқа адамдарға да сыйлық беруді ешқашанда есінен шығармаған. Адамдардың әлеуметтік жағдайын жақсарту, олармен достық қарым-қатынаста болу үшін сыйлық берудің айыбы жоқ. Шариғат ақ ниетпен сыйлық беруге, оны алуға қарсы емес. Тек жасаған жақсылығы көрсетер көмек үшін сыйлық дәмету мұсылманшылыққа, адамгершілікке жатпайды. Екі дүние сардары Мұхаммед пайғамбарымыздың әрбір амал-әрекеті адамзат үшін асыл мұра, адастырмас ақиқат жол екендігі даусыз. Ендеше, сүйікті пайғамбарымыз жасаған әрбір амал-әрекетті қайталау біздерді сауапқа кенелтері сөзсіз. Сүннеттердің ішінде ең нәзігі сыйлық жасау дәстүрі. Бұл адамдардың арасында достық пен сүйіспеншілікті нығайтады. Әбу Хурайра бір-біріңе сыйлық жасаңдар, бір-біріңді жақсы көресіңдер деген хадис жеткізген. Сыйлық татуласудың кепілі. Осы орайда сыйланған заттың қымбат арзандығына қарамастан, шын көңілмен қабыл алудың да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннетті екенін ұмытпағанымыз жөн. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам жай қарапайым затты сыйлық етіп берсе де қабылдайтын. Анас ибн Малик пайғамбарға саллаллаху алейхи уассаламға Барира өзіне садақа етіп берілген етті сыйлайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл ет оған садақа, ал бізге сыйлық деген екен. Бұл сүннетті орындау үшін аса көп қаражат жұмсаудың қажеті шамалы. Кітапша, гүл, қаламсап сияқты қарапайым заттарды шын ықыласпен ата-анаға, әйеліне немесе күйеуіне, аға-ініге сыйға беру олардың көңілін бір марқайтып тастайтыны белгілі. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадистері мен сүннеттерінде сыйлық жайында егжей-тегжейлі айтылғанын көруге болады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде адамдардың бір-біріне сыйлық тарту етуі өзара сыйластық пен достықты нығайтатынын, қызғаныш, көрелмаушылық, сараңдық секілді жаман мінез құлықтардан арылтатынын айтқан. Сыйлық берудің пайдасы жайлы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам: сыйлық беріңдер, бір-біріңе деген сыйластықтарың артсын, бір-біріңе тағам тарту етіңдер. Бұл ризықтарының берекеттенуіне жол ашады. Маған сыйлыққа қойдың сирағын тарту етілсе де қабыл аламын. Одан пісірілген тамаққа шақырылсам да бас тартпаймын. Бір-біріңе сыйлық беріңдер. Себебі сыйлық жүректегі күмәнді жояды. Әйелдер көршілерінің тарту еткендерін менсінбей жүрмесін, тіпті қойдың сирағы болса да деген хадистері бар. Жоғарыдағы хадистерде сыйлықтың пайдаларымен қатар арзан сыйлық болса да қабыл алу керектігі айтылады. Әсіресе көршілер туралы мысал беріліп, көршілердің де бір-біріне сыйлық беруі қажеттігі меңзеледі. Бұлардың бәрі де әлеуметтік өміріміз үшін қажетті мәселелер. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам былай деген: араларыңдағы дұшпандық пен кекті жою үшін сыйлық беріп, бір-біріңді жақсы көріңдер. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар өзіне келген елшілерге де, басқа адамдарға да сыйлық беруді ешқашанда есінен шығармаған. Бір рет ол Бахрейннен 20 адамды Мәдинаға арнайы шақыртып алады. Олардың ішінде 12 адам Абдул Қайс қауымынан келеді. Бұлардың бәрі де пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассалам кездескеннен кейін ислам дінін қабылдайды. Шақырылған адамдар елдеріне қайтуға жиналып жатқанда, Аллах тағаланың сүйікті елшісі Абдул Қайстардың әр қайсына сыйлық беруге бұйырады да, елшілердің
басшысы Абдуллах ибн Ауфқа 12,5 өкке өлшем бірлігі күміс береді. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам мұра ұлдарының 13 адамнан тұратын уәкілдері келгенде, оларға да сыйлық беру жөнінде Біләлға әмір етеді. Расуллахтың саллаллаху алейхи уассалам осылай адамдардың көңілдерінен жадыратып, олармен түсіністік тіл табу үшін сыйлық берген кездері өте көп. Сондықтан да қазақ қоғамында сыйлық беру мен алудың қағида бойынша орындалатынын біліп, түрлі қуанышты іс-шаралар арқылы осы әдемі дәстүрлерді дамыту ерекше маңызға ие болды. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.